Құрметтім, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен истиғфар туралы және де истиғфардың пайдасы, истиғфар айтып, дұғасы қабыл болған наубайханашы жайлы керемет бір әсерлі оқиғамен бөлісетін боламыз. Алдымен каналыма лайк басып, тіркеліп, пікір қалдыра кетіңіз. Алладан кешірім сұраудың ең жеңіл әрі қарапайым дұғасы истиғфар айту, яғни астағфируллах деп айту. Мағынасы Аллах мені кешірсін. Истиғфар Алланың құлына деген үлкен мейірімі. Алла тағала құлынан ешқашан бет бұрмайды. Оның кешірім есіктері үнемі ашық. Алла кешіруші, кешіргенді жақсы көреді. Сондықтан тәубе етуді кейінге қалдырмай, дәл қазірден бастап Алланың кешіріміне ұмтылуымыз керек. Истиғфардың пайдасы туралы имам Ахмад ибн Ханбалдың басынан өткен мына оқиғаны тілге тиек ете кетсек. Имам Ахмад ибн Ханбал бір қаладан екінші бір қалаға сапарға шығады. Қалаға келген соң, мешітте құптан намазын оқып болып, мешіттің бір бұрышында жатса, мешіт күзетшісі жүгіріп келіп мешітте ұйықтауға болмайды дейді. Мен ұзақтан келдім. Мешітте түнеп шығайын десе де, күзетші рұқсат етпей, имам Ахмадты мешіттен шығарып жібереді. Имам Ахмад мешіттен шығады да, мешіттің сыртқы есігіне сүйеніп, мешіттің табалдырығында отырады. Мешіт күзетшісі тағы да жүгіріп келіп, мешіттің табалдырығында отыруға болмайды, бұл жерден кет деп тағы да қуып жібереді. Мен мешіттің ішінде отырған жоқпын ғой, сыртында отырмын ғой, сонда да мені қуасың ба дейді. Ол заманда адамдар ғалымдардың атын білгенімен, көрмегеннен кейін түрлерін танымайтын еді. Әлгі қарауыл дөрекілік танытып, имам Ахмадтың екі аяғынан ұстап, жолдың ортасына дейін сүйреп апарып тастайды. Сол кезде мешітке қарама-қарсы жолдың арғы бетінде бір наубайханашы өзінің тірлігін істеп жүреді. Оқиғаның мән-жайын көріп тұрған наубайханашы имам Ахмадқа барып, жататын орның болмаса, наубайханама кел. Мұнда жататын бір кісілік орын бар дейді. Имам Ахмад наубайханаға кіріп жайғасады. Әлгі наубайханашының тірлігіне қарап отырып, оның қамыр илеп жатқанда, қамырды көмбеге жауып жатқанда, отын дайындағанда тіпті әр істе астағфируллах деп үнемі айтып жүретін байқайды. Имам Ахмад оған қарап тамсанып, бұлай зікір етуді қашаннан бастадың? Қиын емес пе деп сұрайды. Сонда наубайханашы, осылай зікір етуді бастағаныма 1 жыл болып қалды. Маған қиын емес, үйрендім дейді. Имам Ахмад сұрағын тағы жалғастырып, осы айтып жүрген зікіріңнің берекесін сезінесің бе? деп сұрайды. Я сезінемін. Әрдайым истиғфарды айтқан сайын әр ісіме береке кіреді. Алладан не сұрасам, Алла маған соның бәрін береді дейді наубайханашы. Барлық дұғаларыңды қабыл етіп, сұрағыңның барлығын береді ме деп сұрайды тағы да имам Ахмад. Сонда наубайханашы былай деп жауап береді. Осы уақытқа дейін сұрағымды беріп, дұғаларымды қабыл етіп жатыр. Бірақ бір ғана дұғам қабыл болмай келеді дейді. Имам Ахмад, ол қандай дұға деп сұрағанда, наубайханашы, имам Ахмад ибн Ханбал деген ғалым кісіні бір көрсем ғой деп дұға қыламын. Бірақ бұл дұғам қабыл болмай жатыр дейді. Сонда имам Ахмад ағыл-тегіл жылап, міне сен дұға еттің, үнемі истиғфар айтасың. Алла сенің бұл дұғаңды да қабыл етті. Сен көргің келген сол имам Ахмад ибн Ханбалды Алла тағала сенің наубайханаңа 2 аяғынан сүйреп тұрып алып келді. Мені мешіттен қуып, 2 аяғымнан сүйреп көшеге шығарып тастаған мешіт күзетшісі емес, Алла тағала екен ғой. Сол имам Ахмад менмін деген екен. Міне осындай керемет оқиға әрбірімізге ой салары анық. Алладан кешірім сұрау, истиғфар айтып, күнә жасауды қайтадан жалғастыра беру деген сөз емес. Алладан шынайы, шын жүрекпен, шын көңілмен
тілмен де шынайы кешірім сұрау керек. Өкіну керек, тәубе ету және де сол күнәні енді жасамауға ниет ету керек. Осының барлығы шынайы тәубе ету болып табылады. Алланың мейірімінің шегі жоқ. Әр адам күнәсі үшін тәубе етіп, кешірім сұрағаны үшін осындай керемет бір нығметтерге бөленеді екен. Ал ендеше сол нығметтерді атап өтейін. Алланың кешіріміне ие болады екенбіз. Дүниелік істерде таршылық көрмейді екенбіз. Қанағатшыл, шүкіршіл, сабырлы боламыз. Күнә істерді жасаудан өзімізді тыяды екенбіз. Яғни, бізге бір күнәлі істі жасауға ой келіп тұрса, оны бірден ондай ойдан бізді аулақ етуге көмектеседі. Аллаға жақындай түсеміз. Дұғаларының қабыл болуына себеп болады. Яғни біз қандай дұға тілек тілесек те, біздің дұғаларымыздың тез қабыл болуына себеп болады екен. Рухани тазарамыз. Яғни біздің жан байлығымыз тән байлығына қарағанда маңызды екенін білеміз. Сондықтан да рухани тазарғанымыз осы өмірімізге де және ақыретімізге де өте пайдасы мол. Сондықтан да ең бірінші рухани тазаруға ұмтылуымыз керек. Жүрегі жұмсарып, мейірімді болады дейді. Құрметтім, сіздерге осындай ақпараттар пайдалы болсын деген ниетпен арнайы имамдарымыздың дайындаған ақпараттарынан алдым. Сіздерге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Және де ұмытпаңыз, әрдайым истиғфар айтуды әдетке айналдырайық.